Интернет туралы 10 дерек. Интернеттің шығу тарихы. Интернет алғаш рет 1969 жылы ARPA ақш-тың қорғаныс министрлігіне қарасты агенттіктің жобасы ретінде пайда болды. Бұл жоба ARPANET деп аталды және ол ғылыми зерттеу мекемелері арасында ақпарат алмасуды жеңілдету үшін жасалды. Бастапқыда небәрі 4 компьютер қосылған болатын. 3W World Wide Web пен интернет бір нәрсе емес. Көпшілік интернет пен www ұғымдарын шатастырады. Интернет бұл әлем бойынша жалғанған компьютерлер жүйесі, ал 3W World Wide Web интернеттегі бір қызмет, яғни гипермәтіндік веб-беттер мен сілтемелер арқылы жұмыс істейтін жүйе. 3W'ді 1989 жылы Тим Бернс-Ли ойлап тапты. Алғашқы веб-сайт әлі де жұмыс істейді. Әлемдегі алғашқы веб-сайт InfoCern ACH 1991 жылы CERN зерттеу орталығында құрылған. Бұл сайт интернет 3W және оларды қалай пайдалану туралы ақпарат берді. Қызығы, бұл сайт қазір де қолжетімді және тарихи мұра ретінде сақталып отыр. Электрондық пошта интернеттен бұрын пайда болған. Көп адам электрондық поштаны интернеттен байланыстырады. Бірақ ол 1971 жылы пайда болған. Рэй Томлинсон атты инженер алғашқы электрондық хатты жіберді және дәл осы кезде ит белгісі мекенжайында қолданылды. Бұл пошта ARPANET арқылы жіберілген. Дүние жүзі бойынша интернет қолданушылары 2025 жылдың басында әлемде интернет қолданушылардың саны 5,4 миллиардтан асты. Бұл бүкіл әлем халқының шамамен 67%. Әсіресе Азия елдерінде интернет қолдану белсенді түрде өсіп келеді. Ал Африкада әлі де интернетке қолжетімділік мәселелері бар. Google әлемдегі ең көп кірілетін сайт. Google.com қазіргі таңда интернеттегі ең көп пайдаланылатын сайт. Ол тек іздеу жүйесі емес, сонымен қатар Gmail, YouTube, Google Docs секілді түрлі қызметтерді ұсынады. Googleға күніне миллиардтаған іздеу сұранысы түседі. Интернет жылдамдығы елге байланысты. Әлем елдеріндегі интернет жылдамдығы бірдей емес. Оңтүстік Корея, Сингапур және Норвегия ең жылдам интернетпен танымал. Ал кейбір дамушы елдерде интернет баяу әрі қымбат. Қазақстанда соңғы жылдары интернет жылдамдығы артып келе жатқанымен әлі де кейбір өңірлерде мәселе бар. Интернет арқылы ең көп қолданылатын қызмет видео көру. Статистика бойынша интернет трафигінің 60%-дан астамы видео контентке кетеді. YouTube, TikTok, Netflix сияқты платформалар күн сайын миллиардтаған сағат видео көрсетеді. Бұл видео контенттің танымалдылығы мен қолжетімділігін көрсетеді. Wi-Fi сөзі ешқандай мағына білдірмейді. Көп адам Wi-Fi деген сөзді wireless fidelity, сымсыз дәлдік деп ойлайды, бірақ бұл қате түсінік. Wi-Fi бұл жай ғана бренд атауы. Оны 1999 жылы Wi-Fi Alliance деп аталатын ұйым маркетинг мақсатында ойлап тапқан. Шын мәнінде бұл сөздің толық ашылмалы нұсқасы жоқ. Ол жай ғана жақсы естілетін атау болу үшін таңдалған. Интернет қауіпсіздігі өзекті мәселе. Интернет дамыған сайын киберқауіптер де арта түсті. Вирустар, фишинг, алаяқтық деректерді ұрлау интернет қолданушылары үшін үлкен қауіп. Сондықтан құпия сөзді қорғау, антивирус орнату, сенімді сайттарды қолдану сияқты шаралар өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.